Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана ошондой эле алыс жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздерге базар ичиндеги аралаш унаалардын бааларын көрсөтүүнү улантабыз. Бул биздин биринчи турган унаа Subaru Outback 2014-жылы чыгарылган, 2004-жылы чыгарылган кечиресиздер, объем 2.5. Subaru Outback. Анан бул жерде Honda Fit 2002-жылы чыгарылган 1.3 объем, баасы $3900. Бул жерде Honda Step Wagon катыспаган турат. 2005-жылы чыгарылган 2 объем, бир хозяин экен, баасы $7300. 153 000 километр жүрүптүр. Салондагы көрүңүздөр. Сиденьяларга чехол специально өздөрү жасаганбы, тиктирип кийгизип коюптур, көрүңүздөр. Абалы жакшы. Көрүңүздөр, эми бул жерде болсо Toyota Mark 2 турат. 2003-жылы чыгарылган 2 объем. Абалы жакшы. $6300. Телефон номери 0708 88 56 76. Бул жерде Subaru Legacy 5 турбина турат. 2002-жылы чыгарылган, объем 3, боксер мотор, 13 расход кылат экен, трассада 8-9, баасы $3700. Subaru Legacy B4 3 объемдагы унаа. Көрүңүздөр. Ал эми бунун жанында Toyota Vinon турат. Бирок бул чынында абалы жакшы экен, состояниясы жакшы. 160 000 километр гана жүргөн. 2005-жылы чыгарылган 3 объем, баасы $7000. Көрүңүздөр. Биз сиздерге бул жактан Honda Stream'ди көрсөтөбүз. Honda Stream'ди дагы сурагандар көп болду. 2003-жылы чыгарылган 2 объемдагы, баасы $4800 экен. Көрүп алыңыздар, артындагы жакшы. Биз азыр ички салонду көрсөтүп коелу. Biz bul жагында турган көк түстөгү Honda Fit'ти көрсөтөбүз. Honda Fit 2005-жылы чыгарылган 1.3 объем, баасы $4500. Fit'терге кызыккандар көп. Көрүңүздөр, ички салондорун ачып, биз азыр бул жерден дагы көрсөтүп коебуз. Чынында таза экен машина. Химчистка жасаунун кереги жок. Бул жерде Toyota East 2004-жылы чыгарылган 1.3 объемдагы, баасы $4900. Көрүңүздөр, бул жактан дагы артына.
Бұл жерде Honda Accord тұрады. Honda Accord'ты да көрсетіп қоялы. 2004 жылы шығарылған, екі объем, $6500. Көріңіздер. Біз бұл жақтан Honda Stream'ді көрсетеміз сіздерге. Honda Stream. Қысқачалау маалыматты жазып қойып тұр. Состояние отличное, басы $4000. Бұл жерде дағы бір Toyota Yaris тұрады. 1.5 объем, 2003 жылы шығарылған, $4900. Бұл жанында Nissan Primera тұрады. Пробег оригинал, 2002 жылы шығарылған, 1.8 объем. Басы келісімді. Бұл жақта Toyota Epson'ды дағы сұрағандар көп болды, көрсетіп қоямыз. 2001 жылы шығарылған, 142.000 км жүрген, басы $5700 екен. Реальный клиенттерге түшіп береді екен, сіздікі ме жан? Сіздікі? Қаншаға түшіп бересіз? Реальный клиент бұл, 500-ке бересіз бі? Бұл да сіздікі? Бұл сіздікі? Сіздікі 6-7 екен ма? 6-7 екен, сізге басы күшті тұрады екен, а? 2.5-те. 2005 жылы шығарылған. Базарда жоқ, 2.5 көрдің бе? Мен дағы еще 6-7 келі қойдым мұндай. 6-7-ге бере қойдыңыз ба? Жоқ, қойдым. Өзі 6-3-ке договор болды. Ол көрелічі состояниясыны. Бірақ шынында машина екен бұл. Сиденелері, мұндай сиденелер анша-анша машиналарда жоқ болса керек, а? Жоқ деймін, өз заказ, заводской заказ келген. Бұл таксовать етілген емес, өзім миннен емес. Мен реальный клиент болса қаншаға бересіз? Нақ шыдыр санайын десең. Шыдыр санайын десең, 6-3-ке берем. 6-3-ке беріп саласыз ба? Беріп салам. Мен сізге номерінен жақшылап көрсетіп қойдым. Байкен номерін дағы көрсеттім. Реальный клиент болсаңыздар үшін. Көріңіздер, $6300-ға Epson. Біз кейінгі Epson'ларды, жаңа башқа ойналарды көрсетіп ұнатамыз. Бұл жерде қара түстегі Toyota Estima тұрады. 2004 жылы шығарылған, 2002 жылы шығарылып тұр, 169.000 км жүрген, 3 объемдағы, басы $7300. Біз сіздерге бұл жерден башқа ұналарды көрсетуін ұнатамыз. Бұл жерде бір Nissan Latesta деген ұна бар екен, ақ түстегі. Ошыны көрсетіп қойды сіздерге. 2006 жылы шығарылған 2 объем. Басы $4800. Бұның жанында Subaru Legacy тұрады. 5 турбина, қара түстегі. 2004 жылы шығарылып тұр, басы $4800. İçki salonuna aldık böyle. Бұл жерде дағы бір Accord тұрады. 2005 жылы шығарылған 2 объем. Басы $5999.
Бул жерде Toyota Progress деген мынаны акыркы мына ушуну сиздерге көрсөтүп коелу. 165.000 километр жүргөн, 2003 жылы чыгарылган 2.5 объемдагы Toyota Progress унаасы. Бул унаалар дагы жакшы унаа, $4.800 экен. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.